Қайырлы кеш, бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын осындай қарапайым пияз нанның рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Міндетті түрде жасап көріңіз, және менің осы рецептімді сақтап алып жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Менің YouTube, Instagram каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн керек болады. Ұнымызға аштығымызды салып, тұзымызды салып, жылы сумен қамыр илеп аламыз. Кішкене сұйық майымызды қосып, жақсылап ашытуға жібереміз. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Пищевая пленкамен бетін жауып қойдым, және бетін орамалмен жаптым. Жылы жерге қойып қойғаннан кейін кішкене ашып көтеріледі. Оған дейін біз салмасын дайындап аламыз. Салмасына орташа осында 6 пияз қолдандым, және қызыл, қара бұрыш, паприка, тұз. Бәрін салып араластырып, осылай жақсылап ажыратып аламыз. Араластырып салмасын дайындап қойдым. Енді сәл көтеріліп шыққан қамырымды 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін қайтадан илеп қойып қойдым, ал екінші бөлігін жайып бастадым. Жақсылап осылай дөп-дөңгелек етіп қамырымызды жайып аламыз. Өте жұқа болып кетпесін, өте қалың болып кетпесін, жақсылап жайып алғаннан кейін майымызды, сливочный майымды ерітіп, осыған жағып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып аласыздар. Сливочный майымызды жағып, одан кейін салмамызды, яғни пияз салмамызды жақсылап салып шығатын боламыз. Осылай, енді осыны 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін рулет сияқты орап аламыз, орама жасаймыз, яғни. Міне бірінші бөлігін осылай кесіп алдым. Қызып тұрған пешімді 180 градусқа қыздырып алдым. Осылай пергамент қағазын төсеп, дөңгелектеп, осылай жасап, және бетін жұмыртқа жақтым жақсылап. Одан кейін менде дәндер болған, сол дәндер бетіне қойдым. Болды. Духовкаға жібереміз. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер, 30 минутта пісіп шығады.